Онлайн кітапхана жүйесі Назарбаев зияткерлік мектебінде де жолға қойылған. Оқушылар сабаққа қажетті барлық ақпараттар мен оқулықтарды интернет желісі арқылы алады. Ол үшін арнайы сайт жұмыс істейді. Кітапханада неше түрлі электрондық ресурстар бар, Білімланд бізде 3 тілде әмбебап, кез келген пәнді, кез келген сыныпқа сай тапсырмаларды табуымызға болады. Бұл жерде мұғалім парашасы, курстар, анықтамалық блог, сатып алу деп мына жерде бөлінген. TOEIC білімде бізде тек қана жаратылыстану бағытындағы пәндер. Бұл жерде биология, химия, жаратылыстану, география, математика сияқты пәндер. Мысалға, біреуін алатын болсақ, мысалы биология, биологияны бассақ, бізге адаптация және эволюция, жасушалар және ДНК, салауатты өмір салты, адам, экожүйелер, адам денесі, яғни өзімізге керекті тақырыпты, өзімізге керек бағытты таңдай аламыз. Өзімізге ыңғайлы категорияны таңдап алып, тапсырмаларды орындауға, немесе өзімізге ыңғайлы тапсырмалар құрауымызға болады. Бұл тапсырма құрау, яғни әрине мұғалімдерге жақсы, Бұл iKitap порталынан, яғни бұл жерде біздің, өздеріңіз білесіздер, Назарбаев зияткерлік мектеп оқушыларына арналған 100 кітап проектісі бар, біздің кітапханада. Сол біздің кітапхананың қорында жоқ кітаптар, бірақ осы проект жобаның шеңберінде бар кітаптар осы жерден электрон түрде QR код арқылы, штрих-код арқылы өздеріңізге ұялы телефондарыңызға жүктеп алып, оқуларыңызға болады. Мысалы, менің атым Қожа Бердібек Соқпақбаевтың кітабы QR кодын түсіру арқылы автоматты түрде шығарып береді. Осылай электрон түрде жүктеп оқуларыңызға болады. Алдағы уақытта кітапхана қорын онлайн кітаптармен толықтыруға да ерекше маңыз беріліп отыр. Бұл оқушының кітап іздеуге кеткен уақытын үнемдейді. Кез келген уақытта ұялы телефоннан тыңдау да қолжетімді. Сандық технологияларға қатысты айтылатын мәселе бұл қоғаммен жұмыс. Мектеп тек қана білім беретін орда емес, бұл сонымен қатар бүгінгі таңдағы қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге өзінің үлесін қосып отырады. Осы бағытта зияткерлік мектептер желісінде ата-аналармен қарым-қатынасты орнатуға бағытталған арнайы жобалар бар. Бұл электрондық біздің жүйеміз, бұл электрондық жүйенің ішінде күнделігіміз бар, оқу бағдарламасына қатысты ақпараттар бар, келе байланысты орнатуға бағытталған мүмкіндіктер бар. Бұл біздің зияткерлік мектептердің мұғалімдерінің өзінің кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталған арнайы порталдардың болуы. Бүгінгі таңда мына жаңартылған білім беру мазмұнының республика көлемінде енгізілуіне байланысты зияткерлік мектептің мұғалімдерінің тәжірибесі жаңағы осы арнайы кешен бар, әдістемелік кешен бар жүйелі. Сол кешенде барлық қажетті оқыту ресурстары қолжетімді. Сонымен қатар жалпы мектептің арнайы сайты бұл тек қана біздің ата-аналар емес, бұл жалпы әлем деңгейіндегі білім беру мекемелерінің жалпы азаматтардың хабардар болуына мүмкіндік туғызып отыр. Бүгінгі таңдағы зияткерлік мектептің сайты 3 тілде қызмет атқарады. Ақпараттың барлығын жедел түрде кім болмасын алуға мүмкіндігі бар. Бұл өз кезегінде біздің мектептің өзінің халықаралық аккредитацияның өтілген мектеп ретіндегі бір нәтижесі деп айтуға болады. Цифрландырудың негізі кейбір нақты пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді. Ақпараттық технология оқулықтары жаңа құрылғылар мен робот тілін жетік меңгеруге көмектеседі. Бұл әлем елдеріндегі жаңартылған білім жүйесін енгізудің басты бағыты. Сандық технологиялар заманы, жасанды интеллект заманы. Демек, елбасының былтырғы жылғы жолдауында көрсетілген сандық технологияларды дамыту, соның ішінде сандық Қазақстан жобасын іске асыру өте маңызды. Соның ішінде адам ресурстарын дамыту өте өзекті, оның орны ерекше. Бірінші кезекте осы сандық технологияларды ендіретін бұл кім? Бұл әрине біздің қазақстандық азаматтар. Олардың басым көпшілігі бүгінгі таңда орта білім беру жүйесінде мектептерде білім алып жатыр. Оқыту үрдісін қазір сандық технологияларсыз көру тіпті мүмкін емес. Уақыттың өзі дәлелдеп жатыр. Қазір біздің балаларымыз қолға қағаз нұсқадағы кітапты оқығаннан гөрі виртуалдық әлемде сол кітапханалардан білім алып, сөйтіп жатырған бүгінгі күнгі ақиқаты, шындығы. Сондықтан да зияткерлік мектептер бұл бағытта өте үлкен жұмыс атқарып жатыр. Біріншіден, бұл оқу бағдарламаларында информатика пәнінің берілуі.
Жалпы информатика, жаратылыстану математикалық цикл пәндерінің ішіндегі ең маңызды пән. Бұл бүгінгі күнде тек қана жеке пән ретінде емес, сонымен қатар бұл мета пәндік орын алып отыр. Өйткені информатика пәні бұл жекелеген пән ретінде емес, барлық пәндерді оқытуда негіз болады. Өйткені ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану бүгінде қандай да болмасын пәндерге өте қажетті. Ол бір. Екіншіден, әрине оқушылардың ақпараттық сауаттылығы. Ақпараттық сауаттылық деп айтқан кезде бұл тек қана мектеп қабырғасында берілетін оқу бағдарламалар емес, сонымен қатар балалардың бүгінгі таңдағы заманауи талаптарға сәйкесті келетін бағдарламалардың игеруі. Өйткені зияткерлік мектептердің тәжірибесінде робототехника үйірмелерінің жұмыс істеуі балалардың түрлі қиялдарына мүмкіндік береді. Түрлі жаңа жобалар іске асады. Жалпы мына түрлі стартап идеяларының пайда болуы осы бүгінгі таңдағы роботтармен байланысты деп айтуға болады. Ол үшін балалар арнайы бағдарламалар жазып жатыр.